2021 жыл біздің мемлекетіміздің тарихында аса маңызды күн. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 30 жыл толуымен есте қалады. Осы жылдары мемлекетіміздің тұғыры нығайып, экономикалық әлеуетіміз арта түсті. Жас кеншілер қаласы Шахтинск атауымен өз жолын бастады. 60 жыл бұрын Сарыарқан кен даласында қалыптасқан қалада тамаша, тату адамдар өмір сүреді. Қаламыздың, еліміздің және бүкіл ғаламшардың болашағы, үмітіміздің іске асуы біздің балаларымыз. Олар үшін біз еңбек етеміз, өмір сүреміз. Қаламызды көркейтеміз және дамытамыз. Болашаққа жоспар құрамыз. Біздің басты мақсатымыз кішкентай шахтинскілердің заманға сай білім алуы, өздерінің шығармашылық және спорттық дағдыларын дамыту, өз жоспарлары мен армандарын іске асыру мүмкіндігіне ие болу үшін барлық жағдайды жасау. Шахтинск қаласының білім беру ұйымдарының желісі 10 мыңнан астам бала баратын 26 ұйымнан тұрады. Бұл ұйымдарда 1700-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Олар өз саласының нағыз кәсіпқойлары, керемет педагогтар болып табылады. Олардың еңбегі бірнеше рет жоғары марапаттармен марапатталды. Білім беру жүйесін дамытуда мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға ерекше көңіл бөлінеді. Тәуелсіздік жылдарында Ботагөз, Еркетай, Гүлдер, Аленка бөбекжайлары, Алақай, Айналайын, Жұлдыз шағын орталықтары ашылды. Жыл сайын олардың материалдық техникалық және оқу әдістемелік жабдықталуы жақсарып келеді. Робототехника кабинеттерінің саны артты. Ең алғашқы робототехника кабинеті 2017 жылы Салтанат бөбекжайында ашылды. Мұнда 2 жастан бастап ең кішкентай балаларға арналған развивайка кабинеті жұмыс істей бастады. Онда оларды құрастыру және модельдеудің қарапайым дағдыларына үйретті. 2020-2021 жылдары Снегурочка, Ботагөз, Аленка, Березка мектепке дейінгі ұйымдарында робототехника кабинеттері ашылды.
сонымен қатар Еркетай, Гүлдер бөбекжайларында Монтессори әдісі бойынша кабинеттер пайда болды. Кішкентай шахтинскілердің салауатты өмір салтына ерекше назар аударылады. Осы мақсатпен Салтанат, Қарлығаш, Ботагөз, заманауи балалар спорт алаңдары, Аленовка және Салтанат жүзу бассейндері жабдықталған. Дәстүрлі білім беру бағдарламалармен қатар бөбекжайлар салқын ғылым, Гришеван тиімді әлеуметтену технологиясы, шахмат патшалығы, реджиопедагогика сияқты инновациялық бағдарламаларды жүзеге асырылады. Біздің қаламызда барлық білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру жүзеге асырылуда. Кедергісіз орта құрылды. Инклюзивті сыныптар мен инклюзивті топтар жұмыс істейді. Мектепке дейінгі ұйымдарында инклюзивті білім беруді дамыту мақсатында еркіндік мекені жобасы бойынша барлық балалармен, оның ішінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен Монтессори технологиясы бойынша жұмыс жүргізілуде. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалардың ата-аналары үшін мейірімді мекен кеңес беру орны жұмыс істейді. Жыл басынан бері нөмір 3 жалпы білім беретін мектеп базасында Қарағанды облысының білім басқармасы мен Дара жеке қорының бірлескен жобасы аясында инклюзивті білім беруді қолдау ресурстық кабинеті жұмыс істейді. Қыркүйек айында нөмір 11 жалпы білім беретін мектепте инклюзивті білім берудің ресурстық кабинеті ашылды. Жыл соңынан дейін Шахтинск қаласының 2 жалпы білім беретін мектебінің базасында инклюзивті білім беру қолдау кабинеттерінің ашылуын күтілуде. Рухани жаңғыру кіші бағдарламасы аясында барлық жалпы білім беретін мектептерде әртүрлі бағыттар бойынша мұражайлар жұмыс істейді. Оның тәуелсіздік күні қарсаңында қалалық білім бөлімінің 60 жылдығына арналған білім бөлімінің мұражайы ашылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша оқу сауаттылығы деңгейін арттыруға аса көңіл бөлінеді. Бүгінгі таңда мектеп кітапханалары барлық қажетті жабдықтармен жабдықталған. Жаңа көркем әдебиет сатып алынды. Сабақтарда 20 минуттық оқу жобасы сәтті жүзеге асырылуда.
Шахтинск қаласының жалпы білім беретін мектептерінің барлық асханаларында қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі орнатылды. Сондай-ақ ас пісіретін орындарында ағымдағы жөндеу жүргізілді. Шахтинск қаласының білім беру ұйымдары бейнекамералармен толық қамтамасыз етілген. Мамандырылған күзет, қауіпсіздік жүйесі енгізілген. Өткізу жүйесі, турникеттер, металл іздегіштер, дауыстық хабарландыру, дабыл түймесі орнатылған. Дене шынықтыру мен спортты дамыту мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды құрамдас бөлігі. Бөлім жұмысының негізгі басымдығы мектептерді спорттық құрал-жабдықтармен жабдықтау және спорттық инфрақұрылымды дамыту болып табылады. Бүгінгі таңда 6 мектептің спорт залы мен стадионынан жөндеу жұмыстары жүргізілді. Келесі жылы 5 спорт залын жөндеу жоспарланған. 2025 жылға қарай спорттық жабдықтау пайызы 100%-ды құрайды. Қосымша білім беру ұйымдарының желісі 3 ұйымнан тұрады. Сапалы әрі салалы білім алуға мүмкіндік жасайтын балалар музыкалық мектебі, Смайылов атындағы балалар көркемөнер мектебі және оқушылар сарайы. Индиго клуб, зияткерлік ойындар клубы, мансаптық өсу орталығы, импульс, жасөспірімдер жастар клубы және живая картина психодрама клубы балалар арасында үлкен жетістікке ие. Балалар ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, техникалық шығармашылықтың іргелі негіздеріне оқыту үшін Кемеңгер техноорталығы жұмыс жалғастыруда. Біз өз түлектерімізді мақтан тұтамыз. Олардың көпшілігі айтарлықтай жетістіктерге жетті. Олардың есімдері тек республикамызда ғана емес, шетелде де атақты. Олардың қатарында спорттық акробатикадан әлем чемпионы, 2018 жылғы Қазақстанның 100 жаңа есімі республикалық жобасының жеңімпазы Никита Амоскин. Бокстан жастар арасында әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Сабыржан Аққалықов. Гиннес рекордтар кітабының стритлифтинг бойынша 5 дүркін рекордшы Руслан Фатахов, Астана опера Қазтоп операсының жетекші солисі Жан Тапин және басқалары бар.
Шахтинск қаласының білім беру қызметкерлері әрқашан тәжірибелігімен, құзыреттілігімен, адамгершілігімен ерекшеленді. Күн сайын оқытудың жаңа бағдарламалары мен заманауи жұмыс әдістерін меңгереді. Өздерінің талантты және шеберлігімен оқушылардың жүрегін нұрландырылады. Қалалық байқаудың қорытындысы бойынша 2021 жылы үздік мұғалім атағын Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің биология пәнінің мұғалімі Күнсұлу Алимовна Нұрпейісова жеңіп алған болатын. Оның ойынша балаларға деген сүйіспеншілік және өз ісіне деген сүйіспеншілік табыстың басты құрамдас бөлігі болып табылады, деп есептейді. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің айтуынша, білім, ағарту туған халықтың дамуының жалғыз жолы. Шахтинск қаласының білім бөлімі тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде өзінің даму жолын саралай келе өзіміздің үлкен ортақ үйімізді кеңейтіп, болашақ ұрпағымызды тәрбиелеуге және әрқашан білім сапасын жақсартуға бағытталған жаңа мақсаттар мен міндеттер қоямыз деп толық сеніммен айта аламыз.